бұл көп дедім, мен мұндай ақшаны төлегенше мен өзім бірдеңе істеймін деген сияқты. Жобадан кейін өзгерістер, біріншіден бізде магазин 2 есе үлкейді, одан кейін склад жөнделді бізде, одан кейін отбасыма көңіл бөліп бастадым деген сияқты. Бірақ осындай деңгейге дейін кетіп қалам деп ойлаған жоқпын. Бір кішкене бірден өзгерістер болуы мүмкін деп ойладым. Осыдан 2-3 жыл бұрын, немесе 4-5 жыл бұрын маған сондай отырасың десе, мен сенбес едім. Мына жоба кез келген кәсіпкерге керек, ауадай қажет. Бұл жерде андай стереотип бар ғой, туысқандармен жұмыс істесең, ой, артқа кетесің. Мен оған келіспеймін деп айтсам болады. Оқиды ма, бір боласы білім алады бір жерден деп сөйтіп айтады екенше. Сен мыналарды бәрі қатты қинап жатсың ғой сен. Мынау жұмыстан шығып жатыр ғой мыналар. Мыналардың бәрін сен құртып жатсың ғой дейді. Маған айтады. Результатты көргеннен кейін мойындалды. Мен Сәрсенбай Бекбол, Алатау компаниясының иесімін. Алатау компаниясы 2016 жылдан бері қызмет етіп келе жатыр. Компанияның қызметкер саны 60 қызметкерге жуық. Біз азық-түлік өнімдерімен айналысамыз. Алатау компаниясына қош келдіңіздер. Жұмысқа келген кезде ең бірінші мен тазалыққа мән берем, екіншіден порядок. Әр нәрсенің өзінің орнында тұруы маған өте маңызды. Мен өзім жұмысқа келген кезде бәрін бір айналып шығамын, барлық жерді негізі. Ол жұмыста бәрі орнында ма, кісілер де орнында ма деген сияқты, бәрі аман ба деген сияқты. Ең бастысы жаңағы тазалық қой. Тазалық, бәр нәрсе өзінің орнында тұруы, жүйе бойынша. Әр нәрсе өзінің орнында, сосын сағат сияқты істеп тұрса, ол әрбір кәсіпкердің өзіне үлкен ләззат сыйлай ма деп ойлаймын да. Маған өзіме ләззат сыйлайды сол. Бәрін істейсің, бірақ тыңдамайды, немесе басқармайды деген сияқты сондай нәрселер болды. Өз-өзімді басқара алмадым басында. Өз-өзімді басқару деген нәрсені білмедім. Одан кейін қарым-қатынас ұстау деген сияқты, тыңдау деген нәрселерді білмедім қызметкерлерім. Ол кезде Бекбол мырза емес едім. Ол кезде жай Бекбол жаңағыдай не сияқты. Олардың қатары, олардың достары, олардың әріптестері сияқты жүрдік қой. Мен өтір алмадым сөзімді. Әрбір нәрсе өзіңде екенін мен соны сезіндім да. Өзің дұрысталсаң, айналаңдағы дұрысталады дейді. Сол сияқты. Сотрудниктерім болса да мен өзім жасап тастағаным артық деп жүрдім ғой. Мен біреуге тапсырғанша мен өзім жасап тастағаным жақсы. Оларға сенбеушілік болды. Сенбеушілік деп келген кезде бұл ақша мәселесіне келеді, көп солай түсінеді. Сенбеушілікте көп нәрсе бар ғой. Жауапкершілікті дұрыс атқара алмайды. Мынаны тапсырсаң қазір оны бітіре алмайды. Мен бітіргенімде бітірмейді деген сияқты қанағаттанбау бар айды менде. Сол проблемалар болғанда мен білмеймін. Өзім істеп жатырмын, бірақ өзім қалағандай болмай жатыр да. Енді қазір ғой біз айтып отырғанымыз, қазір бір оңай айтамыз, жүйе екен ғой деген сияқты. Жүйенің қандай маңызды екенін білдім. Одан кейін ең басты нәрсе өз-өзімді басқара алмағанда да деп ойлаймын. Істеп жатырмын, шауып жатырмын, бірақ бірдеңе жетіспейді. Не нәрсе жетіспеген өзім білмеймін, бірақ сол кезде алаң қалаумен әпкем айтып қалды. Осындай бір жігіт бар екен, оның құрдасын оқытқан ба Еркебұлан мырза. Сол кісі күшті өзгеріп кетті, может соған хабарласып көресің бе, мен қолым демейді оқу керек деп айтты да. Хабарласып Еркебұлан мырзаға шығып, ең бірінші сол 2018-дің аяғында ма, 19-да ма, сол кезде кездескенбіз негізі. Ең бірінші алғашқы шәкірттерінің бірі десек болады. Сол кезде танысып, сол кезде мен білдім жүйе не екенін. Оған дейін білмеппін. Еркебұлан мырзамен жолыққан кезде, кездескен кезде менде сенбеушілік болды. Мен сразу қарап айттым. Ол кезде 2019 жыл 300 мың теңге деді ғой деймін. Сол кезде мен оған дайын емеспін, ондай ақша төлеуге, мен ондай неге оншалықты көп деген сияқты. Еркебұлан мырзаның өзіне сенім болды. Жүзіне қарап, мен сондай ойланайын деп кеттім, бірақ мен сол кезде келіскен жоқпын.
бұл көп дедім, мен мұндай ақшаны төлегенше мен өзім бірдеңе істеймін деген сияқты. Сонымен ойланып, содан кейін тәуекел еттім ғой, алған қалауымен. Тәуекел етіп, Еркебұлан мырзаға хабарласып, мен оқитын болдым деп. Еркебұлан мырза үйге келіп оқытып деген сияқты сондай нәрселер болды. Не үшін мен 300 мың беремін? Қазір мен 300 мың берсем, оған дейін мен оқып келдім ғой. Оған дейін оқып келдім, тренингтерге қатыстым, 3 күндік, 2 күндік, 1 күндік тренингтер бар. Ол жерде қалай болады? Ол жерде секіртеді. Не істеу керек екенін айтады, бірақ қалай істейтінін айтпайды да. Құралдар берілмейді ол жерде. Ол жерде тек мотивацияны көтеріп жүреді, бір аптадан кейін сөніп қаласың. Сол сияқты менде сондай болды. Мен қазір оқысам, мен мотивациям көтеріледі, бір апта ғана созылады. Мен қолымда құрал, қолмен ұстайтын материалын нәрсе болмаса, сондай сенімсіздіктер болды менде. Қазір мен оқысам, солар сияқты ақпарат сияқты қала береді деген сияқты. Бірақ олай болған жоқ. Мен өзім байқаман, айналамдағы адамдардың маған деген көзқарасы өзгеруін. Немесе мені сыйлауы, мені құрметтеуі мына жерде деген сияқты. Мен өзім байқаман, бірақ тез болып кеткен сияқты болды. Жобадан кейін өзгерістер. Біріншіден бізде магазин 2 есе үлкейді. Одан кейін склад жөнделді бізде. Одан кейін әрбір нәрсенің өзінің орнында тұру, қоймалар деген сияқты. Сол нәрселер өзгерілді. Одан кейін маркетинг бөлімі отыратын өздерінің жеке кабинеттер бар. HR менеджердің, бухгалтерия, администраторларға бүкіліне одан алдын кабинет болған жоқ. Сол сияқты осындай кабинеттер істеліп берілді ол кісілерге. Одан кейін косметический ремонт жағы да, одан кейін одан сайын шабыт ашылып, кухнялар өзгерілді деген сияқты сондай нәрселер, өте көп нәрселер өзгерді деп айтсақ болады. Магазиннің жаңағы сервис жағы, сол жақтың бәрін дұрыстадық. Қызметкерлерге комфорт, удобство жасалды ғой. Осы склад болмайтын, осыдан 1 жыл бұрын осы складта соғылды. Осының бәрі біздің қызметкер үшін негізі. Осы біздің балдар жылы жерде жұмыс істесін, сосын шыққан кезде, кез келген кезде ол ыңғайлы жерде тұрып, жаңағы сөреден товарларын ыңғайлы түрде алсын деген сияқты мақсатпен осы құрылды осы складтың бәрі. Не деген жұмыстар болды негізі осы жерде. Негізі бұрын далада болды, дала сияқты болатын бұл жер. Бұл жерде склад болмайды, тек жаңағы крыша ғана болатын болған. Бұл утепленный болмайтын. Осының бәрі жаңағы қызметкерлердің аяздап қалуына, не істеуіне, оның бәріне детальдарға қарадық та біз. Бұл жерде бәрі біз өз-өзіне орнына қоямыз. Бізде компаниямен бөлінеді. Мысалы Рахат деген сияқты продукциялар, мына Баян сұлу, мына продукт деген сияқты әрқайсысы жазылған. Әр қызметкер өз жұмысын, өз товарларын өз сөрелерге өз орнына қояды. Барлықтар осы жақтарда, мына жақтарда да барлығы өз орнында тұр деп. Осының бәрін біз құрғамыз, жазып. Тоже мына жерде міне хамле деп жазылып тұр. Жаңағы адамдар ешқандай осы жердегі қызметкерлер ойланбай жүріп товарын көзін жұмып тұрып алу керек деген сияқты. Одан кейін мына жақта приемка бар бізде. Приемканың бәрін қазір күн өте қатты суық қой, енді андай іші жылы болсын деп, осының бәрін жылытқыштарды қойғанбыз. Негізі далада қабылдап тұратын бұрын приемкалар. Қатып, жаңағы аляска киіп, жаңағыдай. Енді қазір бәрі жұқа курткамен жүріп қабылдайды. Осы жерде приемка, товарлар келеді, осы жерге қойылады. Мына вороталар жабық болады. Товар көп келген кезде вороталар ашылады деген сияқты. Мына жақта мысалы су өнімдерін, напитка қойылады деген сияқты. Осылай қабылданады приемка мәселесі. Мына жақта бізде холодильник секциясы. Бізде товарлар қойылады, овощ, фрукты, жаңағы сүт өнімдері осы жаққа кіргізіледі бізде. Осы жақтан қабылданып келгеннен кейін осылай кіргізеді. Мына жақта шоковый морозильник болады бізде. Мына жақта тағы бір холодильниктеріміз бар. Бұл жақта жаңағы окорочка, жаңағы полуфабрикат өнімдер сол жаққа қойылады. Әр нәрсе өзінің несінде тұр. Біз жақта мороженый, жаңағы пельмень, жаңағы заморозка заттар мына жақта тұрады. Мына жақта бізде мынандай нәрселер істелді. Бұл қызметкерлердің тоже ыңғайлы болу үшін. Неге өткен бізде мусор пакеттер бәрі бөлек-бөлек тасталады, қоймалар бар. Далаға шықпас үшін, бірақ осы әйелдер бар мына жақта. Соның бәрін осылай істеп қойдық. Мына жаққа коробка тастайды, мына жаққа пакет тастайды, мына жаққа мусор тастайды. Оның бәрін сосын балалар өздері шығарады. Өзім жұмыс істейтін
24 сағат осы жерде мен болуым керек деп ойлайтын. Мен болмасам бұл жер құлдырайды, немесе бірдеңе өзгереді, немесе бірдеңе бүлінеді, немесе бірдеңе бүлдіреді деген сияқты. Өзім жүру керек деген сияқты. Өзім ақшаны қабылдаймын, өзім фирмаға барам, өзім жаңа Алтын Ордаға барам, жеміс-жидек барам. Сол есімде Еркебұлан мырзаны алып барғаным есімде. Ол кісіні өзім алып барып, бізде таңғы 4-те ме 5-те шығып кеткенбіз. 5-те шығып кетіп, ол кісі менімен жүріп, не істейді, қалай істейді. Барахолкке де өзім барам, игрушкаға өзім алам, 1000 мелочей өзім алам, барам. Грузовой машина өзім айдаймын. Алтын Ордаға мен ешкімге сенбеймін. Фруктыйды, жеміс-жидек бұрыннан мен де өзімде приоритетте тұратын, дұрыс зат алып келу деген сияқты. Сол сияқты оған өзім баратын. Сол кезде Еркебұлан мырза айтты, не істеп жүрсіз, мынаның бәрін өзіңіз істейсіз. Сенбейсіз бе сонда? Сенбеймін ешкімге деп. Сонымен сеніп үйрену керек, болмаса сіз кәсіпкер бола алмайсыз деп айтқан есімде. Сонымен өзім адамдарды қойып, жаңағы бәрін қағазға жазып беріп отырдық. Бәрін қағазға мынадан аласың, мына картошка грязь мынадан аласың, мынадан аласың деген сияқты. Бәрін солай отырып жүйеледік. Жүйелеп, мына барахолкке кім барады, мынаны кім айдайды, мынаны кім, бәрін одан алдым, өзім істейтін. Ақшаны да қабылдаймын, инкассацияны өзім қабылдаймын. Өзім жұмыс істеймін, бәрін өзім істеймін. Басқа ағаларым бар мына жерде. Бұл жерде істеп жатқан менің өзім туған ағам бар. Одан кейін двоюродный, олардың туған інілерім деп айтсам да болады. 3 інім бар. Одан кейін жеңгем бар. Одан кейін анам бар. Анам бұл жерде ақшаға жауап береді. Наличный ақшаға жауап береді. Сол кісі бухгалтерия есебінде жаңағы поставщиктерге ақша беріп отырады. Осы жүйе барысында, осы жоба барысында маған көптеген қиындықтар болды. Басында ол не оқып жатсың, не істеп жатсың, қойшы андай мындай деп келіспегендер де бар. Мен мынаны істесем, сен мыналарды бәрі қатты қинап жатсың ғой сен. Мынау жұмыстан шығып жатыр ғой, мыналар жұмыстан шығып жатырған кезде. Мыналардың бәрін сен құртып жатсың ғой дейді да. Маған айтады. Мен білемін өзім, несі маған сеніңіз, маған бүйтіңіз деп туысқандарыма айтам. Мына жақтан бір істеп жатасың, мына жақтан біреу келіп, мына жақтан бір приказ келеді. Администраторларыма келеді, мына жақтан приказ. Сол кезде мен түсінбей қаламын. Мен сонда мына жақтан не істеймін? Сіз неге оны? Деген сияқты біраз кәдімгідей қатты сынақтар болды. Сол кезде осы жерде тұрақтылықтың болуыма деп ойлаймын. Өзіме, әркім өз істеп жатқан ісіне және оның ар жағындағы нәрсені көре алуыма деп ойлаймын да. Айтады ғой, даналықтың бір белгісі істейін деп жатқан ісіңнің ар жағын көре алу деген сияқты. Сол сияқты сондай нәрсеге мен көрдім да. Мен көзім жетті, осыған жетем, алан қалауымен деп до конца тұрдым. Мен аяқтан туысқандарымен біраз сөзге келіп қалсам да, мен тұрдым. Осы жерде стойкама тұрдым. Бірақ одан кейін мен оларға бірдей-бір ренжіген жоқпын, ренжімеймін де. Сол сияқты сонымен алан қалаумен жеңіп шықтық. Бірақ содан кейін менің құрметім олардың алдында деген мен ойлаймын, 2 есе өсті деп ойлаймын. Менің де оларға деген құрметім деген сияқты. Олар да білді де, результатты көргеннен кейін мойындалды. 2016 жылы осы жұмысқа келгенмін. Сол кезде енді грузчик болып жұмысқа кірдім. Разнорабочий ғой, грузчик болғанда. Қолыңыздан не келеді жалпы, соны айтсаңыз деді. Сосын мен айттым, мен разница жоқ, маған жұмыс керек. Істей беремін дедім, қолдан келген нәрсені. Содан сол жерде басталды ғой жалпы. Тазалық, уборкасын жасадық, жуудық, сыпырдық. Қолдан келгенше істедік барлығын. Сол жерді таңдадым, сол жерге кірдім. Сол жерде 2 жылдай жұмыс істедім сүт өнімдерінде. Одан уже ауыстық. 6 ай басқа жерде істедім, напиточный отделде. Охранада болып көрдім. Барлық жеріне қойып көрді жалпы. Білмеймін енді неге екенін, бірақ бір алаң қалауы жалпы. Қойып көрді, қолдан келгенше атқаруға тырыстым. Нәтижесін білмеймін, бір Алла біледі. Одан сол охрана, кассовый охрана болдым. Сөйтіп әйтеуір қолдан келгенше істедім жалпы. Сөйтіп 3 жылдай жұмыс істеп жүрдім. 3 жылдан кейін, где-то 4-ші жылға жақындаған кезде маған сондай бұйрық түсті. Аяқ асты мен ешқандай неде жоқпын, залда жүргем, үстім аң-таң, шаң-шаң жұмыс істеп жүргем, грузчик болып тоже. Сол шақырып алып маған солай айтты. Жұмысқа, администраторға, жұмысқа келісесіз ба жалпы деп. Мен ол кезде вообще шокпын, не болып кетті деп, қалай болып кетеді ол деп. Аяқ асты енді ортада жүріп, сол қызметкерлерге басшы болып кетсең, өзіңнің қасыңдағы қызметкерлерге. Ол да бір кішкене маған батты да. Ыңғайсыз болды, оларға мен қалай жұмыс тапсырады екем, қалай бұйырады екем жалпы. Одан кейін осы Еркебұлан мырзаның Бепро жаңағы несінде сабағында қатысып,
Ол кісі өзінің біліміменен бізбен бөлісіп, біршама жаңағы өзгерістер болды, қаншама жақсы удобстволар болды. Оның барлығын сол кезден келе жатқан сотрудниктердің барлығы білет жалпы. Ол сөзсіз ол жерде өзгерістер болды, тәртіп болды. Мысалы, например, сіз біз деп сөйлесу бұрын ондай болмайтын, бізде бұрын откровенно болатын. Жақын сөйлесе беретінбіз барлығымен, басшыменен де, ортаменен де, бәрімен бірдей болатын. Басында қиындар болды, қиындықтар жаңағы бір-бірімізге деген. Одан кейін уже біз түсіндік, что бұл нәрсенің дұрыс екенін, жалпы жүйенің дұрыс екендігін. Бұрын бір-бірімізді ұрып ойнап, кәдімгідей жүре беретінбіз. Басшы екенін, кім басшы, кім қызметкер екенін білмейтін да, жалпы. Қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы, керемет ойдағыдай. Сол білімнің арқасы ғой, негізі. Білім болмаса уже қиын адамға. Мына жақта бізде маркетинг бөлімі, осы 3 қыз отырады, осы жерде. Осы жерде товарларға заказ береді. Білмеймін, бір Алла сондай бір шабыт берді. Осының бәрін істеп тастап, негізі мыналардың аяқта жерде болмаған бізде. Мен бәрін жерлерінің бәрін осы жерде. Осы қойма тұрған жердің бәрін сатып алғам негізі. Оның бәрін 4 рет па 5 рет жер қосылды ғой. Негізі 6 сотық еді, одан 24 сотық болды ғой. 10 сотық болды, 15 сотық болды, 19 сотық болды, 24 сотық болды. Ақырын қалуымен сонда жерлер көбейді. Сосын мына жақта есіктерді біз әдейі жасап қойдық. Не үшін мына жақтан қоймадан кіреді, мына жақ сырттан кіреді. Не үшін олай жасап қойдық деген кезде біз іштен кіріп, ішкі залды кіріп, сосын қойманы көріп, ішкі кухняны көрмес үшін біз сырттан кіретін болып, үш жерден шығып кететіндей қылып жасадық. Мына жақта да витражный айна жасап қойдық. Не үшін? Өткенде мына маркетинг бөлімі қандай товар келіп, әйтеуір көз алдында тұру үшін панорамный жасап қойдық осындай. Бұл жерде мына осы есік болған, осы здание болған, одан басқа түк болмаған ештеңе. Мына жерде тек навес қана болған. Сол навестің астында товар қабылдайды мына жерде. Мына жерде жер болмайды, мына жердің бәрі асфальт, бір жаңағыдай не жоқ еді. Бұл жерде тек жаңа грунтовный жер болатын, болған осы жерде келіп, машиналар келіп, осы жерге товарын түсіріп кететін. Мына жақтағы жеріміз вообще болмаған. Мына жақтағы жерді көрсек болады, айналаны. Жаңа сатып алған жерлеріміз деп айтылды ғой. Осы жақтыңда енді бұл дала ғой, бұл жақты ешкім көрмейді, бірақ көрмесе де мен үшін әдемі тұру керек деген сияқты осының бәрін бояп шықтық осылай. Мына жақтардың бәріне есік жасап, бәрі аккуратно тұрсын деп. Мына жаққа ворота жасадық. Мына жақта поля болған. Бұл жақты жерді сатып алып, ары қарай көше аштық, о жақтан келу үшін. Бұрын алып жағынан кіретін, бізге қатты кедергі жасайтын. Магазиннің клиенттерге көп кедергі жасайтын, сатып алушыларға. Сосын кедергі жасамасын деп, сосын бір жағынан сатып алушыларға да әдемі болды. Одан кейін мына товар алып келетін кісілер көптеген алғыстарын төкті ғой жаққа. Мына бұл жақтан келіп, әдемі түсіріп кету үшін деген сияқты. Мына кім жасап жатыр деп жаңағыдай көп сұрайды екен да осы приемщик жігіттерден. Мына кабинет бізде бухгалтерия. Бұл жерде Гүлжамал ханым өз жұмысын атқарып отырады. Осы жерде осы кабинет жалпы. Мына офис, бізде офис HR менеджер, мына кісі. Бір жағынан SMM жүргізеді, Instagram. Финанста жүргізеді, цифралар. Бұл кабинет, администраторский кабинет. Бұл жерде Жанар ханым отырады. Жанар ханымның негізі өзінің міндеті бүкіл ішкі жұмыстар, қызметкерлердің дұрыс уақытында келуі, дұрыс жұмыс жасалуы, әр выкладка сөрелерге дұрыс товардың болуы, қойылуы, оның сұрағына қарайды деген сияқты. Әр қызметкер уақытында жұмысқа келуі, кетуі деген сияқты сондай қызметкер қызмет атқарады. Идеология деген нәрсе ең үлкен сол құрал, маған көмектескен құрал сол болды ғой. Идеология деген нәрсені ол болған жоқ негізі, одан бұрын білмедім, ол идеология керек екен, идеология не екен, қалай көмектеседі дегенді білген жоқ. Бірақ сол идеологиямыз өзімізде бар ғой, бірақ жазылмаған. Сонымен суырып отырып, Еркебұлан мырза екеумізмен айтып отырып, бірге не істеп, бәрін құрдық. Сол идеологияны айтып, адамдарға енгізумен бастадық ең басында. Жобаның басында негізі біраз қиындықтар болды негізі. Былай айтқанда почти
50% жұмыстан шығып кетті ғой. 50% қабылдаған жоқ. 50% қарсыласып тұрып алды ғой. Мен де тұрып алдым до конца. Сол кезде комфортта жүрген екен ғой көп кісілер бұл жерде. Комфортта жүр, өзгеріске дайын емес, өзгерісті қаламайды. Сол сияқты сондай менде қатты қиындықтар болды. Мен кетіп қалған кезде андай бір не болатынша, еркін мынау кетіп бара жатыр ғой, бәрі мен дұрыс істеп жатқан жоқ емеспін ба деген сияқты. Еще 50% кеткенде де ол 50% основной 10 басшылардың 50% солардың арасынан кетіп қалды ғой. Ең ключевой адамдар, основной группадағы адамдар кетіп қалды. Мен сеніп жүрген, мен осылай деп айтып жүрген адамдар кетіп қалды ғой. Алан қалаумен. Бірақ мен ойладым сол кезде, менің жұмысым кәдімгідей құлдырайтын болды, әлсірейді ғой деп ше. Бірақ одан сайын күшті болып кетті деп айтсақ болады. Қабылдаған адамдар соны түсінді да, қайда баратырмын мен? Не береді бұл идеология? Кіммен баратырмын деген сияқты. Сол нәрсе өте маңызды деп ойлаймын. Бізде күндіз 3-4 касса істеп тұрады. Кешке час пикте біз 7 касса бар. Осы 7 кассаның бәрі қосылады. Мына кісі старший кассир, есімі Жансая ханым. Осы 7 кассаның барлығы уақытылы жұмыс жасап тұруына және осы клиенттердің вовремя жақсы обслуживание жасауына жауап беретін осы кісі. Мақтағаным емес, былай айтқанда мен қанша тренингтерге бардым, қанша кісілермен оқырдым, аттарын айтпай қойын, көп жаңағы айттым ғой. Тек бұл жерде не істеу керек екенін айтады. Былай істеуім керек, бірақ қалай істеу керек екен нақты құралдар жоқ. Бұл бөлшектенбеген, ол шайналмаған. Бұл жерде тек поверхностно айтылады. Сонымен кетеді адамдар. Ол соны алады да бір апта жүреді. О деп болды бір апта деген. Ол баяғысы баяғы. Қойшыбайдың таяғы дейді. Сол сияқты сондай нәрселер. Ал бұл жерде Бипроның ерекшелігін айта кететін болсам, бәр нәрсе біріншіден қазақи менталитетке шайналған ғой. Аударылған тілмен қазақша болса да қазақшаға аударылып, кез келген қазақтың түсінетіндей қылдырып жасаған. Мына жоба кез келген кәсіпкерге керек мынау. Ауадай қажет. Қаншама кәсіпкерлер жүйесі жүр, қарның ашиды оларға. Мен бұл жерде Бипро жобасынан кейін табысты айтатын болсам, мен егезе бұл деп ойлаймын. Осы жобада оқып, мен біраз көзім ашылды. Адамға керегі негіз мен ойлаймын. Кез келген кәсіпте адамға керегі тазалық, жаңағы порядок, одан кейін сервис деп ойлаймын. Осы жобадан осы сервисіміз күшейді деп айтсақ та болады. Осы жобаны оқығаннан кейін сервистің не екенін, қалай сервис көрсету керек екенін түсіндік. Бізде осы акция аллеясы, мына жерде не үшін біз кірген жерге қойдық, өткен адамдарға акция бірден көріну үшін. Адамдарға акция ең жағатын нәрсе ғой. Мына жақта бізде су өнімдері ары қарай химия отделы кетеді. Неге өткені кірген кезде сол жақтан химия отделы басталып, мына жақта ойыншықтар, нелер деген сияқты ары қарай кете береді. Мына жерде бізде фрукты, жеміс-жидектер. Біз жеміс-жидекке өте қатты мән береміз. Не үшін? Өткені ең бірінші адам келетін адам жеміс-жидекке келеді. Бірінші пакетке жабысып, пакетті алатын, жаңағы жеміс-жидекке келеді. Жеміс-жидектің бізде шіріксіз, сапалы жеміс-жидектер келуін мен өзім қатты қадағалаймын. Неге? Өткені жеміс-жидектің сапалы болуы өте маған маңызды. Оның әдемі тұру, выкладкасы әдемі тұру маған өте маңызды. Осы жеміс-жидектен көп адамдарға ең бірінші 90% жеміс-жидекке келеді бірінші. Бізде осы жылда біз санап отырдық. Осы жылда жаңа жылға бізбен бірге кіріп келген, біз кішкентай магазин емес, анализ жасап отырамыз ғой. Осындай үлкен магазин, 6 магазин кіріп келген осы жылда, 24-ші жылда. Бірақ оған қарамастан, әуелі Алла, бізде сауда өткен жылдағыдан да жақсы болды деп айтсам да болады. 6 магазин ашылса да, бір Алланың берекеті, одан кейін жаңағы осы жүйе, одан кейін порядок, одан кейін бір тұрақтылық па деп ойлаймын. Қанша магазин ашылса да, бәрі Алатауға жетпейді деген. Сондай отзывтар көп алдық. Алатауымыздан бізде бәр нәрсені тауып кетеміз. Бәр нәрсе біз үйреніп қалғанбыз осы магазинге. Бізге оның сосын андай нелер болатын. Осы Алатау бір кірсең бір андай берекелі болып тұрады, бір андай бір жағат жүрекке дейді, бір қандай бір аурасы күшті дейді тұрады да.
кийимдери күчтүү кийим жүрөт, постоянно андай деп окуйду ма, бир болос билим алат бир жерден деп сөйтүп айтады экенчи. Көп жана сатып алуучулар сөйтүп айтат экен. Агам ошо тууган агам istейт. Тууган агам басында бир аз кыйындык болатын. Менин сөзүмдү көтөрө албайт, ренжип калат, не істеп калат, кетип калат жумушта, мен истемейм дейт, анау дейт. Сондай нерселер болду, көп нерселер болду. Мен айтам, давай былай келисик, бул жерде сиз баскарыңыз, мен сиздин астыңызда келем. Немесе мен баскарайын, бирок сиз менин астымда болуңуз деген сыяктуу. И солай келисип алдык. Осы жобамен бир аз жумуш істедик. Жобадан кийин ялан калаумен қазір бірде-бір сөз жоқ ағамда. Қазір айтам, қабыл алады, бойсунат, сенет. И солай қазір Аллаға шүкір туысқандарымды жіберіп алмайын деген мақсат өзімде болды. Бірақ осы даналық түрде шешейінші осы жерде деген сияқты. И сонымен Алланың қалауымен шешілді осы нәрсе. Бұл жерде андай стереотип бар ғой, туысқандармен жұмыс істесең, ой, артқа кетесің, немесе бүйтесің. Мен оған келіспеймін деп айтсам болады. Ең бастысы осы қарым-қатынас мәселесін дұрыстау керек деп ойлаймын. Өзіңді басқару және қарым-қатынас. Сөйлей білу дұрыс, және дұрыс тыңдай білу деп ойлаймын. Айырмашылығы бұл жерде бірнеше ұзақ мерзімде оқыту, бәрін бірден беріп тастамау. Бізде андай ғой, басқа жобаларда азаннан кешке дейін 3 күнде беріп тастау мүмкін. Немесе 4 күнде деген сияқты. Қандай өзгеріске, қандай да бір нәрсе болып жатқанын бізден кері байланыс сұрап отыру, үй тапсырма беру деген сияқты сондай нәрселер маған өте әдемі болды деп ойлаймын. Сол уақыт жағы да үнемделік жағы. Бізде енді көп уақыт болмайды ғой. Кәсіпкер болғаннан кейін аптасына 2-3 күн болғаннан кейін бізге өте ыңғайлы болды. Уақыт жағы үнемдеу. Біз осы жұмыс жасап отырып, бізде ерке баламызға айтатын, брендке ұру керек, бренд осы сізде конкуренттер көбейіп жатыр ғой деп ше, ана адамның көзі постоянно не болу керек деп. Бізде сол Алатау логотип өзгертілді, одан кейін осындай қызыл наклейкалар, осы логотиптердің көп жерге, қай жерге мүмкін, соның бәр жерге келіп шықтық қой. Адамның көзі үйренсін деген сияқты сондай брендке жұмыс істей бастадық деп айтсақ та болады. Бізде осы жерде істейтін әр қызметкер өз орнын білет, өз жұмысын білет. Ешкімнің жұмысына, өзінің территориясына ешкім кіріп кетпейді. Әрқайсысы бұл жерде алдына қойылған өздерінің чек-листтері бар, жұмыс нелері бар, сол несімен істейді бәрі. Кәсіптен сыртына шығарман басында біраз жүрдім. Бір жерге кетсем, анам звондайды. Қайдасың, жөн қойықта жұмыста болмайсың ба? Деген сияқты. Мысалы, қайда бұл жерде болуың керексің ғой сен дейді. Мен айтамын, мен сіз жұмыс істеп тұр ғой деймін да. Жоқ, давай деп, мысалы. Бізде андай, сондай болды да. Бізде менталитетте де, семьяда сондай да. Жоқ, сен болуың керексің деген сияқты. Ештеңе істемесең де, сен осы жерде жүруің керексің деген сияқты. И бірақ анаммен де біраз жұмыс жасап, осы жерде туысқан мәселесінде жұмыс жасап, соны түсіндірдім. Менің болуым шарт емес бұл жерде. Ең бастысы бұл жерде жүйеге қою, әр нәрсе өз функциясын атқарып тұрса, болды ғой деймін да. Мен қазір шынымды айтсам, осы жобадан кейін бір күн болам, бір күн болмаймын. Бір күн болғанда да 2 сағат, 3 сағат болам болсам. Қалған кезде, Аллаға шүкір, өз отбасыма көңіл бөліп бастадым деген сияқты. Сондай нәрселер болды. Маған көп адамдардың сұрақ қою, сен не істейсің деп сұрақ қояды маған. Білмейді мен, мына жақта болмаймын ғой өйткені. Сен не істейсің сонда? Жарайды, ағаңды білеміз, Ерлан Мырзаны білеміз, ол не істейтінін жарайды. Соған сен не істейсің дейді, мен ештеңе істемеймін деймін да. Мен бизнестің сыртында жүремін деймін да. Сол сияқты. Осыдан 2-3 жыл бұрын, немесе 4-5 жыл бұрын маған сондай отырасың десе, мен сенбес едім. Мен былай болып кететінін де ойлаған жоқпын негізі. Осы деңгейге жететінін де қазір мен отырмын, қазір жүрмін ғой міне. Бірақ осындай деңгейге дейін кетіп қаламын деп ойлаған жоқпын. Мен бір кішкене бірден өзгерістер болуы мүмкін деп ойладым. Бірақ бұндай өзгеріс болады деп ойлаған жоқпын. Осы әуелі Алланың арқасы, одан кейін осы жобамен жүйелеу арқылы, тұрақтылық арқылы осы нәрсеге жеттім деп айтсам болады негізі. Және де осы Бипро жобасын оқыға келе, Бипро Геймби деген предложение бар. И мен ары қарай бұның жаңа айттым ғой, 2-3 сағат жұмыс істеймін, 2-3 сағат кейбір кезде келмей қалам деп. Не үшін деген кезде мен қалай көріп отырам, оның бәрін біз қағазға жазып жүретінбіз. Жаңа табель мәселесі, жұмыста кім бар, кім кешіп келіп жатыр, қанша минутына дейін кешіп қалып жатқан нәрсесінен бәріне дейін шығарып беріп қойыпты. Гипромен қанша адам кешіп қалады, қанша адам қанша балл,
бәрі мен қарап отырам. Осылай, осы арқылы мен басқарып отырмын. Кім қанша адам жұмыста бар, қанша адам не істейді деген сияқты. Одан да үлкен мүмкіндіктер өте көп ішінде. Сол сияқты ең бастысы маған көп көмек ететін осы адамдардың саны, кешігіп келуі маған үлкен көмегін көрсеткен осы нәрселер. Одан кейін жаңа статистикалар бар, ішінде бізде статистикалар бар. Әр адам қызметкердің статистикасы бар. Жаңа старший кассирдің, администраторларының, одан кейін чек-листтер бар. Осы бипрогембе арқылы біз қазір бәрін осы телефон арқылы мен көріп отырмын. Кімнің қай жері ақсайды, кім қай жері не істейді деген сияқты. Сондай нәрселер. Және де осы бипрогембе осы мен құрған жүйені приложениемен ұстап отырам деп айта алсам да болады. Біздің компания айналамыздағы адамдарға, осы ауылдың тұрғындарына да кішкене болсын бір көмегі тисе, бір дұрыс қызмет көрсете алсақ. Кейбір нәрселерді біздер наценкаға келетін болсақ, кейбір нәрселерді біз өз бағасына сатамыз. Біз наценка қоймаймыз. Өйткені жаңа категория А дейді ғой, категория А нәрселерге біз нанның өзінің бағасынан сатамыз. Жаңа сүт болсын, жаңағыдай қолжетімді болсын деп осы ауыл тұрғындарына. Идеологиямызда да бізде айтқан, компаниямыз көп міскіндерге, жетім жесірлерге көмектесу деген сияқты. Мешіттер бар ғой, сол мешіттердің біз газ светін полный мойнымызға алып отырмыз да. Сол сияқты сондай бір айналамыздағы адамдарға бір жақсылық, бір жақсы жағынан біз көмектессек, компанияның 10 саусақты аузына тықпау деген нәрсе бар менде, өзімізде. 10 саусақты аузына тықпай, наоборот, бөлісіп жеу деген сияқты. Бұл нәрсені мен айтайын, бүкіл кәсіпкерлер, микробизнес, средний бизнес бәрі өту керек па деймін да. Средний бизнесте отырған кісілерде жүйе жоқ қой. Қаншама мен кісілерді көрдім, жүйе жоқ. Бірақ ақшасы үлкен болуы мүмкін. Бірақ жүйесі жоқ болғаннан кейін ана не дейді ғой, тамақтың тұздығы болмайды ғой. Ол қаншама ол ақша тапсын, оның басы және миы, жүрегі тыныш болмаса, оның пайдасы не деп ойлаймын мен өзім. Менің бұл осы жобадан кейін әуелі алла кез келген кәсіпкерлерге оқуға кеңес беремін негізі. 100% бағана айттым, 100% кепілдік беремін. Өспесе, мен компанияма келсіндер. Мен өзім көрсетемін деген сияқты, нәтижесін деген сияқты. Құрметті кәсіпкерлер, осы жүйесіз жүрген, оқиын ба, оқымайын ба деп жүрген кәсіпкерлерге мен 100% кепілдік беремін. Келіп оқыңыздар, осы бипро жобасынан өтіңіздер. Одан кейін нәтижені көресіздер. Алан қалауымен.